Ассалаумағалейкум барлықтарыңызға. Бүгін подкасттың 5-ші бөлімі. Бізде бүгін қонақта Талғат Асылханұлы. Қош келдіңіз. Қош көрдік. Кішкене өзіңіз жайлы айтып кетсеңіз. Менің есімім Талғат Асылханұлы. Уролог, андролог боламын. Және хирургпын. Ең бірінші бітірген мамандығым хирург. Астана медицинский университетті бітірдім. 2018 жылы. 2018 жылы хирург мамандығын бітірдім. Одан кейін резидентураны оқыдым. Уролог, андролог ретінде 3 жылдық резидентура болды. Ковид келе түстік. Ол кезде де оқу болды. Астана медицинский университетті қызыл дипломмен бітірдім. Одан кейін мемлекеттік жұмыста да істедім. Жеке клиникаларда жұмыс жасадым. Қазіргі уақытта жеке өзімнің клиникам бар. Адал медицинский центр деген. Сол центрдің руководителімін. Және өзім оперирующий хирург, урологпын. Операциялар жасаймын. Бүкіл манипуляциялар жасаймыз. Және өзімізден бұрынғы жұмыс жасасқан дәрігерлермен бірге де жұмыс жасаймыз. Сосын басқа да мамандықтар бойынша клиникада негізі операциялар жасалады. Керемет. Бағана айтып кеттіңіз, 18 жылы бітірдіңіз. Яғни қай жылы түстіңіз? 18 жылы бітірдім, бірден түстім. Резидентура мамандыққа. Жоқ. Негізі бакалавриатқа. 11 жылы түстім. 2011 жылы түстіңіз. Именно біздің Астана медикалық университетті таңдауға түрткі болған не болды? Не үшін осы университетті, біздің университетті таңдадыңыз? Бұлай болды. Ең бірінші мен бұл Астана қаласына 2009 жылы келдім. 2009 жылы осы жерге келіп, медицинский колледжден бастадым. Бізде Астана қаласында негізі 2 медицинский колледж болған ол кезде. Біреуі даналық колледжі, екіншісі мемлекеттік колледж болды. Сол мемлекеттік колледжге түсіп, өзімнің қызығушылығым болды оқуға түсуге деген, университет жалғастыруға деген. Сосын бірден алып, жалғастыруды шешім қабылдап, өзім қайтадан тест тапсырып, университетке тапсырып түстім. Ол кезде менде Астанада 2009-дан бері мен үйренді бұл қалаға. Сосын осы қалада қалуға уже ниет еттім. Бір шеттен әпшем де осы қалада болды. Ол да Гумилев университетінде жұмыс жасады. Бәрімізде осы Астана қаламызда негізі кішкентай кезімізден келгіміз келген. Негізі оңтүстіктің жігітімін. Оңтүстік қай қала? Түркістан, Кентау қаласы. Кентау қаласына бір сәлем қарап атсаңыздар. Хорошо, клиника ашу. Бағана клиника ашу дедіңіз, клиника аштыңыз. Идея қалай келді? Клиника ашудағы бірінші біз мемлекеттік жұмыста жұмыс жасадық. Ауруханаларды біріншіден бастапқы уақытта шындық айтқан кезде орындар болған жоқ. Қала бойынша уролог мамандығы негізі көп болды. Стационарда жұмыс жасауға уже орындарды тапшы болды. Бір шетінен мен жеке клиникаларда жұмыс жасадым. Медикер сияқты, басқа да клиникаларда жұмыс жасадым. Бір уақытта 3 клиникада жұмыс жасадым негізі. Жұмыс жаса келе, бір күні мен Стамбулға оқуға кеттім өзім. Бірақ сол кезде менде клиникаларда жұмыс жасап жүрген кезде менде уже пациенттерім болды. Өзіме қарауға. Қаралатын, келетін, жан-жақтан. Күнделікті егер пациенттің бар болатын болса, негізі ниет ету керек ашуға. Ал егер жоқ болатын болса, кішкене қиындау ол. Сол моментте ой туындады, Стамбулға барып қайттым, оқумен, сапармен бардым. Оқудан келгеннен кейін өзім іштей сол клиника неге ашпасқа, өзім дәрігермін, өзім пациенттерім бар. Келіп тұратын адамдарым бар, пациенттерім барлығы рахметін айтады, туған туысқандарын айтады, даже менің өзімнің бірге оқыған группаластарым, барлықтары маған жіберуге әрекет жасайды. Сарафанный радио. Сарафанный радио бастапқы сарафанный радиомен жұмыс жасай бастадық. Одан кейін телебағдарламаға түсіре бастадық біріншіден. Теледәрігерге түстік, Қазақстан, КТК, Оян Қазақ, бүкіл бағдарламаның бәріне түсіп шықтым мен сол жылдары. 2018-19 жылдары түсе бастадық біз. Сосын клиника ашуға өзім ойым болды. Стамбулдан келгеннен кейін бірден резко движение жасап, біріншіден клиникалар іздей бастадым. Жеке клиникаға дайын форматта бар ма екен деп іздеп, содан кейін дос балама айттым, екеуміз давай ашайық клиника дедік. Ол да сескенді, но бірақ қорықпау екендігін түсіндірдім. Мен тәуекел етуге галап тест тапсырған кезде мен өзім көргем тәуекелшіл екендігімді. Сосын тәуекел етуге мен всегда барам. Тәуекел еттік, аштық, Аллаға шүкір клиникамызбен қазір өрбіп жұмыс жасап жатырық. Тек қазір этаппен көтерілуге шықпадық, масштабқа. Қандай кеңес бересіз осы, мысалы қазір бізді студенттерде қарап жатқан шығар, осындай клиниканы ашу үшін
адамға не керек, яғни ең бастысы ол бизнес ретінде де қарастыруға болады ғой. Иә, бизнес ретінде қарастыруға болады, бірақ былай ғой, енді бастапқы уақытта негізі ең бірінші білім керек. Білім, өйткені сарафанный радио болу үшін де сен дұрыс ем жасай білу керексің, дұрыс бірінші халыққа көмектесе білу керексің. Сосын барып сенде пациенттерің болады. Ал сарафанный емес тек ақша табу мақсатында ашылған нәрсе, ол уақыт болмаса да бір күні ол айтады, халықта айтады, ол жерде что қатты ақша жүретін екендігінде түсінеді. Сезіледі ғой. Сезіледі негізі. Сол үшін ең біріншісі білім керек, білімді болуға керек. Инвестиция ең бірінші салу, ол өзіңе салу. Бірінші өзің оқу, жан жақты, тиянақты болу, бәр нәрсені істей алу, сол кезде саған халық келе бастайды. Оны біз басында түсіндік. Біз оқыдық, инвестицияны өзіме салдым. Мен мысалға шетелдерге барып оқуға барып, өз-өзіме сала бастадым инвестициямды. Халық келе бастады. Сол сияқты ең бірінші инвестиция бұл бірінші өзімізден бастауымыз керек. Ақшаны өзімізге салуымыз керек, тиянақты жұмыс жасауға. Сосын пациентке дұрыс түсіндіре білу, дұрыс ем жасай білу, ол үшін бәрі білім керек. Білімді болсаң, любой жерде қазір клиниканы ашуға мүмкіншілігің болады. И любой уақытта пациенттің сенің түкпір-түкпірден келеді. Даже мысалы Қырғызстаннан, Өзбекстаннан, шет мемлекеттерден мысалға келеді. Мен өзім Дубайдың пациенттерін де қабылдап көрдім, шетел азаматтарын да қабылдап көрдім. Көп жағдайда негізі қазіргі уақытта интернет бар, Инстаграм бар, мысалы ТикТок бар. Любой адам мысалға келе алады. И ол келу үшін шет мемлекеттерде немесе өзіміздің басқа қаладан келу үшін сен білімің болу керек. Білімің болса, саған любой жерден келеді. Ал частный клиника мәселесінде бірінші сразу частный клиника емес, бірінші поток создавать етуді үйрету керек. Күнделікті дәрігерлік қызмет атқарып, пациенттерді қарап, мысалға 5-6 пациент, 7-8 пациентке шейін жеткізіп, содан кейін барып егер ойлануға әрекет жасау керек, что өзіңе жеке клиника, жеке бренд ашу деген сияқты сондай нәрсені ойлауға болады сол уақытта. Қорқудың қажеті жоқ, тәуекел ету керек, істеу керек. Бағана білім дедіңіз, тәуекел. Білім, тәуекел. Сосын всегда әрқашан даму отыру керек. Даму жасау керек. Инвестиция өзіңізге. Инвестиция всегда өзің жасау керек. Миыңа, өзіңе. Андай ғой, біздікілер бәрі ойлайды олай. Ақша салу, бұл оңай. Ақшаны алып келдің, салдың, бірақ бизнес жүріп кетеді деп айта алмайды ешкім. Айтады ғой 9 ай бизнес как минимум жүру керек деген. Жүру керек. Бірақ та бізде былай ғой, медицинада сен бәрібір келеді, білімге келіп тіреледі. Инвестицияны өзіңе саласың, халыққа оны көрсетесің, емін жасайсың, ол саған ары қарай сарафанды береді. Нәтижесі ем болған нәрседе ол келмейді. Бір-біріне айта алмайды, отзыв ешкім жаза алмайды. Бәрібір білінеді, адамдар қазіргі уақытта ақылды. Ешкім былай келе салып, бәрібір сенің сөйлесіп атқаныңдан, сенің алғыр өткен бұрынғы практикаларыңды көрсетіп, бұл жердегі бүкіл нәрселеріңді бана түсіндіргендеріңнен халыққа ол жағады, ол түсінеді. Оның жасаған емі оған қона бастағанын түсінгеннен кейін ол халық келе бастайды. Ал просто так басқаша емделу, ол дұрыс емес ем жасау негізі, ол келмейді. Қазіргі уақыттандай ғой, Инстаграммен былай көтеріп кетуге де болады. Немесе білімді жинап көтеруге болады. Бірақ қатар Инстаграм жүргізесің, екеуін бірге алып жүру керек. Бағана айтып қалдыңыз, түсінікті, керемет. Мынандай келесі сұрақ. Түркияда болдыңыз дедіңіз, Ресейде болдыңыз, Ташкентте болдыңыз. Сол жақтан қандай практика дейді ғой, қандай опыт жинап келдіңіз? И қазір қолданып жатсыз ба? Қолданыстамын негізі. Бізде енді медицина ешқашан бір жерде тұрып қалған емес. Бізден басқа мемлекеттер дамып кеткен. Мен 2012 жылы студенттік кезімде бірінші Турция қаласына, Стамбул қаласына барып қайтқам. Сол кездегі техникаларды мен көргенде 2012-де бізге Қазақстанға енді келіп жатыр. Негізі шыны керек. Қанша жыл примерно айырмашылығы? Негізі 10-20 жылдай, 20 жылдай артта қалғандығымыз сезіледі. Өйткені біз ол кезде барған кезде денсинометрия, бүкіл аппараттар, олардың жасап атқан техникалары бәрі новый, жаңа аппараттар, жаңа немен жасалып атқан көрдік. Бізде ол уақытта старый методикалар болды, старый емдер жасалып атты. Бізде былай ғой, мысалға iPhone жаңасы шығып жатыр да, жаңасын бәріміз аламыз, қызығамыз да, оларда да солай да. Турцияға неге мемлекетке емделуге барады? Неге? Өйткені олар жаңа технология бар, жаңа аппараттар бар. Қазақстан неге артта қалып отыр? Технологияларды кеш алады. Всегда өйткені ол
шалғай жерлерге барсаң вообще технология жоқ та негізі. Сол сияқты ояқ негізі басқа мемлекеттер алға озған. Сосын жаңа технология, жаңа операциялар, жаңа методикалар. Былай айтқан кезде жеңілдетілген түрлері бар. Мысалға пациентке қиын ретінде түсіндіруге болады. Мысалға айтатын болсам, біреуде почкаңызда тас бар деп айтады. Тастың ол жақта түрлері бар, емдеу. Гибкий уретроноскоп деген бар. Бізде бүкіл қалаларда жоқ. Жеңіл түрі ол кәдімгі майысады. Немесе бізде Қазақстандағы түрлері бар. Уретроноскоп деген аппараттың темір түріндегі, бірақ ол майыспайды. Ол ыңғайсыз. Ол дәттеген жеріне толық жете алмай қалады. Анау толық жетеді. Ол аппараттар уже сояқта бар, дамып қойған, олар соның қасиеттерін қолданады. Бізде оны емес. Бізде бұрынғы методикада бар. Бұрынғы методика почканы кесіп жасауға болады, бүйректі. Просто бұлағы оны түсінсең өзің, туысқаныңа да айта аласың да сен. Мынандай методикалар бар, жаңа методика бар. Мына нәрсені істесең, мынандай нәрсе. Либо платный основада істейсің. Жеке платный основада төлейтінде, осында жеке клиникалар бар, сонда жерде істейсің. Просто бұлағы кімге қалай? Біреудің қаражаты жетпеуі мүмкін, біреудің қаражаты жетуі мүмкін, жағдайға байланысты. Қалтаға байланысты. Біздің нәрседе Қазақстанда біріншіден ақша дұрыс бөлінбейді. Екіншіден, ешкімді дамытпайды дәрігерлерді көп жағдайда. Тек үлкен центрлер болмаса. Қалған мемлекеттік ауруханалардың көбісі дәрігерлерін дамытпайды, жібермейді. Сол нәрселер қарастырылғанда, шетелде мен көргенім өзіміздің қателіктерімізді көрдік, түзетуге тырыстық, сол түзетіп жатырмыз. Негізі өзіміздің мынау жерде дұрыс емес, мына операцияда мынандай қателіктер бар. Значит, мынаны дұрыс жасау керек деген сияқты. Өйткені студент қате нәрсені үйретсең студентке, ол солай кете береді до конца. Оған мынандай дұрыс екенін, мынамен дұрыс пен бұрыс екенін ажырата білсең, ол соны дұрыс тыңдайды. Мысалға біздегі мақсат пациентке дұрыс ем жасау, дұрыс операциясын жасап беру и осложнениесі аз болу. Мәселе осложнениесі, асқынуы аз болу. Сол үшін шетелде оқыған кезде соларды көрдім. Түркияда көрдім, Москвада оқыдым, профессорлық оқуына барып, курстар өттік ол жақта. Бірақ біз қаражатты өзіміз төледік. Барлығымыз өзіміз шығындалдық, но бірақ сол қаражатты мемлекетке келгеннен кейін, ем жасағаннан кейін ол уже қайтарылатын. Қайтарылады, иә? Андай окупаемость дейді ғой? Негізі окупаемость тез болады. Вложение салдың, мысалға, миллионға. Қазіргі уақытта медицинада да емес, басқа мамандыққа да сайын баратын болсаң, миллион салдың вложениен, бірақ сен қайттан шығарып аласың. Екі есе, үш есе шығарып аласың. Дәл сол сияқты біз Москваға барғанда да солай шығардық. Бүкіл конференциялардың барлығына қазіргі уақытта платный основада барамыз. Біздегі былай ғой, ақша дұрыс жетпейді, ақша жетпегеннен кейін ешкім бара алмайды. Оқуға оқи алмайды. Өз тарапынан шығарғысы келсе, аяқта семьясы қысады. Студенттерде енді мүмкіншілік бар шығар, оны мүмкін болады, бірақ семейный отбасын құрған кезде кішкене қиыншылықтар туындайды. Мынандай сұрақ келесі. Бағана айтып қалдыңыз, иә? Ресейде болдыңыз, қаншама опыт алдыңыз, 10 жыл дамыған, иә, алда сол мемлекеттер. Сізде ой болмады ма, сол жақта қалып, сол жақта жұмыс істеймін деген? Жоқ, ондай негізі ой болған жоқ. Біз ол жаққа тек қана білім алу үшін ғана бардық. Өйткені мен туған жерім осы жер, Қазақстанда туылдық, Қазақстанның жерін көркейту керек. Просто біз всегда бәріміз кетіп қала беретін болсақ, бұяқ медицинасын баяғыдай жамандай береді. Иә. Әлі күнге шейін жамандалады. Ол барлық мамандықтарға да айтуға болады негізі, да? Негізі. Иә. Просто бұл жерге барып, білімді алып, осы Қазақстанға келіп, кішкене өзгертетін заман қазір. Иә. Бұрынғы нәрседе емес, өзгерту керек. Елді дұрыс медицинасын дұрыс көтере білу керек. Білікті мамандардың санын көбейту керек. Ол үшін біз не істейміз? Мемлекет просто мамандарды, жас мамандарды жіберіп, оқытқызып, соларды қайтадан алып, солардан стажировкалерін енгізсе жақсы. Мысалға бізде кейбір мамандар болды, шынында керек. Турцияда барып оқып, сол жақта жұмыс жасап, қалып кетіп, кейін осы Қазақстанға келіп, сол Қазақстанға сол новый мамандықты енгізгісі келген кезде, енгізбеген кездер болды, бір жаман жері. Біріншіден қаражат мәселесі қиыншылық туғызды, екіншіден бұрынғы методикада қалып кеткен, заведующий болсын, оның стажы көптер болсын, оларда қалып кеткен сондай жағдайларда болды. Жастар негізі көп өзгеріске алып келгісі келеді. Оқыды, көрді, түсінді, что өзгерту керек екендігін и дәлелденген екендігі методикалар бар да, дәлелденген. Сол нәрселерді кішкене қарама қайшылықтар болады да негізі шетелде. Сол үшін ояқтан барып көріп,
осы жаққа қарай келіп жаңа форматты енгізген дұрыс негізі. Иә, дұрыс, келісемін полностью. Мынандай келесі сұрақ. Бағана полностью өзіңізді таныстырғанда айтып қойдыңыз, сіз өзіңіздің бағытыңыз туралы. Соларға көрсек, ерлердің денсаулығына мынандай қазір мәселе бар. Ерлер мысалы көбінесе өз денсаулығы туралы айтуға ұялады да, и бармай қалады дәрігерлерге. Вовремя келмей қалады, или асқындырып алады деген сияқты. Ол проблема не үшін туындайды? И қандай осы ерлерге қандай кеңес берер едіңіз деген сұрақ қой. Просто бұл бұрыннан келатқан нәрсе негізі. Ерлер ұялады, всегда ұялады, келуге қысылады. Всегда бізде консультацияға негізі еркекпен бірге әйел келеді. Иә. Әйел жетектеп, сүйреп, алып келеді. Иә. Еркек кішкене жалқаулықтары бар. Өйткені бұл мама мен саған бірінші рет келіп тұрмын деген сияқты әңгіме айтып бастайды негізі. Түсінемін, бірақ былай ғой, барлығымыз бұл адам ағзасы. Біз бұл сәби қалпында қалмаймыз, өзгереміз. Машинаның да пробегі бар, айналған сайын ол бұзыла бастайды. Адам дәл сол сияқты ауыра келе ол бұзылады. Адамның ағзасы іс-әрекеттен шыға бастайды. Сонда моменті түсіну керек та, сондай кездерде негізі тексерілген дұрыс. Бұл жерде біріншіден қысылу, ұялу, урологқа бардым, бұл ұялшақтық танытады, типа менде бір проблема бар деген сияқты. Типа менің мүшем әлсіз ба, мен нем ба деген сияқты, ол әйеліне айтпайды ғой. Әйел емес, сырттағыларға, достарына да айтуға ұялады ғой негізі. Бірақ бәрібір әйел деген адам ол сезеді, біледі. Өйткені ол өзінің жұбы, өзінің араласатын адамы. Бір-бірімен болатын нәрсесі ол. Бұл жерде қысылатын, ұялатын ештеңе жоқ. Бұл тек денсаулық тексерту. Бұл сіздің бір нәрсеңізді алып қалу емес. Бұл ұялатын, қысылатын жер емес. Өйткені бұл мужское достоинство всегда сол нәрсеге келіп тіреледі қазіргі уақытта. Менің ойымша, мен қазір сіздің тыңдап отырмын да, ол андай да, балалық кезден бастап комплекс деп айтуға болады, мне кажется, оны. Ұялады да, балалық кезден бастап туылған сондай комплекс сияқты ол. Типа андай ұялам, ол ұятсыз нәрсе деген сияқты. Ұялам, қысылам, бір нәрсе менің бәрі жұмыс жасайды, бізде былай ғой бәрі. Ертең достарым не айтады деген сияқты. Дәл сол сияқты банағы. Менталитетке байланысты деймін. Негізі основа менталитетке байланысты. Мысалы Европада ондай емес сияқты. Ол жақта спокойно келеді. До такой степени мен Турцияда көргенмін, 65 жастағы көкелеріміз өз-өзіне операция жасатқандарын. Жоқ, маған керек дейді бұл. Олар почка не, былай не. Почка емес, ол жерде қуық мәселесі. Вообще біз бар. Ол жерде проблема жоқ, келеді, тоже емделеді, ұят, ол жерде ұялатын нәрсе жоқ. Осында келесі сұрақ, осы сұрақтан басқа сұрақ туындап жатыр да, қалай алдын алуға болады бұндай ақаулар болмас үшін денсаулықта? Не істеу керек вообще? Бедеулік, осы мысалы бедеулікті айтсақ. Енді бірінші бедеулікке байланысты үлкен актуальный темада бұл. Алдын алу үшін жас кезден бастап бірінші денсаулыққа қарағану керек. Қазіргі уақытта бедеуліктің көп процентін құрайтын ол бағанағы жыныстық қатынас арқылы беретін инфекциялар. Жас кезінде қыздарға бару, қызбен болып қою, бір нәрсені ұстап қалу, бір инфекцияны ұстап қалады, сосын барып ертең ол аталық безі болсын, сперматоциттің түтіктің бітеліп қалуына алып келеді. Оны түсінбейді негізі көп жігіттер. Бір рет емделдім болды дейді, бірақ болашақта ол алдынан кездеседі негізі. Сол үшін жыныстық қатынас, кездейсоқ жыныстық қатынаста негізі сақтану керек. Екінші нәрсе, барып үйленбедің ба, үйленбесең де келіп тексерілген дұрыс негізі. Денсаулығыңа ол вложение ғой, айтқан кезде өз денсаулығың болмаса, сен ешкімге керегің жоқ. Негізі әке-шешеңнен басқа әйеліңе керек болуы мүмкін, біреуге керек болмауы мүмкін, денсаулығың жоқ болса. Сол сияқты денсаулығыңа әйелге байланысты. Әйелге байланысты. Денсаулығын тексерту. Келу, проблема бар ма, жоқ па екенін көру, мысалға варикоцеле бар ма, жоқ па, қандай бір патология бар ма, жоқ па екендігін алдында тексерту. Келеді, еркек тексеріледі. Спортпен шұғылдану, бағанағы ұйқысын дұрыстау, уақытына дұрыс ұйқыны жасау. Өйткені гормондар бөлінетін уақыттың бәрі түнгі уақытта ғой. Біздікі керісінше де барлығы түнмен бағанағыдай. Жүреді азанға да келіп ұйықтайды. Жастар негізі өзінің уақытын құртады солай көп. Сол нәрсені ретке келтіру, ұйқысын ретке келтіру, спортпен шұғылдану, сосын артық салмақ жинамауға әрекет жасау. Артық салмақ жиналса, одан арылудың өзі оңай емес. Диетаға отыру оңай емес қазір. Психологически бірінші проблема. Екіншіден диетаны отырып келу қиын болған. Үшіншіден қозғалыс жасау қиналып қалады. Сол үшін артық салмақ жинамауға әрекет жасау.
И үйленбес бұрын міндетті түрде тексерістен өту. Урологқа келіп, бір бақылау жасап, бір қаралып, тексеріліп, готовый күйінше дайындалып өту. Уже жоспарлау ғой негізі. Жүктілікті жоспарлаймын, мен уже болашақ әке атанамын, немесе мен біреудің қызын алдым. Ерте мен үйленгеннен кейін ары қарай уже болашағымды жоспарлау деген сияқты осознанно кіру да бұл жерде. Енді түсінікті, барлығына пайдалы болды деген сенімдемін. Енді басқа сұрақтарға көшейік. Келесі сұрақ мынандай қызықты және жеке сұрақтарға көшсек. Өзіңіздің практикаңызда андай қызықты оқиғалар немесе қызықты пациенттер или андай қиындықтар есіңізде қалған өзіңіз жұмысыңыздың барысында сондай ситуациялар болды ма? Біреуін айтып кетсеңіз. Көп жағдай ғой енді. Операциямен өткізген күндеріміз болды, түнімен операцияға. Мен енді стажировка өтіп жүрген кездерде біз қалалық ауруханаларда да болдық. Сол кездерде бір операцияға кіргім келді, пластикалық операцияға. Сол кезде кірдім. Шыны керек, сағат таңертең 8-де басталды операция. Гортанная пластика деген операция. Негізі мен хирург болдым бірінші мамандығымда, хирургический профильде. Пластика жасауға кірдік. Қабырғадан шеміршекті алып, оны қолға орнатылған, ол қолдағы тамырларымен бірге алып, оны пластика жасау керек болды. Біз естиміз ғой, құлақты екті екен деген сияқты. Дәл сол сияқты сол кезде қолға мен көрген кезде шеміршекті қолға орналастырған мен сол кезде көргем. Қызық болды өзіме де бір. Көрдім, и сағат 9-да немесе 8-де операция басталды. Операцияға кірдік, кіргеннен кейін екі қатар операция жасалу керек болды. Қолдан алу керек болды, тамырларын алу керек болды. Білемін, түске шейін әрең алдық қолдан. Бәрін бітірдік, бірақ сағат 9-ға шейін кешкі операцияда тұрған кезім болды. Аузымда бір барбарис. Барбаристі аузыма салып қойған медсестра. Кешке шейін тұрдым, кешкісін шаршап жаттым. Бірақ мен үйленген кезім еді. Үйдегілер іздеді, бүкіл әке шешем бәрі іздеді. Қайдасың деген сияқты бәрі уайыммен болды, бірақ мен қайдан білсін операцияда қалып кеткенімді. Сөйтіп таңертең 9-дан кешкі 9-да шыққан кездерім болған. Бұл медицина деген нәрсе өзі сондай, непредсказуемый нәрсе негізі. Бір екінші жағдай, пациенттерге біз всегда енді назначение жасаймыз. Назначение жасаған кезде енді барлығын бір простатит лечениесін жасағам, пациентке жазып берген. Пациент оны дұрыс түсінбеген болу керек. Негізі біз барлығын жазып береміз, компьютермен жазып береміз. Сөйтіп жасаған кезде осы нәрселерді дұрыстап қолданасыз деп жазып берген. Соң пациент қиналып жүрмін, жадына дәріні ішуге деп айтады маған. Не мәселе деп кейіннен сұрасам, оказывается, ол кісі жазып берген свечаны ішіп жүрген ғой ол кісі. Біз ана күйге айтамыз ғой, бұл нәрсе ішетін дәрі емес, бұл нәрсені салатын дәрі ғой, қалай оны ішіп жүрсіз деп ше. Ол уже ішіп жүрген. Ол кісі ішкен ғой оны ше. Оны түсінбеген ғой негізі, свечаны негізі ішкен. Қанша уақыт ішіп жүрген сонда? 5 күнде ішкен ғой. Ол кісі анау деді, жуан дейді, что-то іше алмаймын, бұның басқа дәрісі жоқ па, бұның емі жоқ па деп. Содан айтамыз ғой, біз ана жазып қойғанбыз негізі, пункттерінде жазылып тұрады. Бұл салынатын свеча деген сияқты нәрселер жазып қойғанбыз, соны өзі түсінбеген. Ондай жағдайлар болады негізі пациенттердің арасынан. Сонда потом ешқандай денсаулықта ақау болған жоқ? Онда ақау болған жоқ. Өйткені ол еріп кетеді. Еритін свечалардың бірі ғой негізі. Бірақ ол не предназначено да, ояққа қарай. Ешқандай не жоқ, Құдай сақтасын, бәрі тып-тыныш. Барлығы жас. Аман есен қазір. Аман есен, бәрі жақсы сондай. Хорошо, мынандай сұрақ қазір басыма келіп тұр да. Дәрігер болмасаңыз, кім болушы едіңіз деген сияқты. Ойландыңыз ба? Мен негізі ол сұрақты өзіме де қоямын арасында. Менің ойымша бизнеста. Екінші нәрсе мен чисто бизнеске кететін едім. Бизнес. Өйткені мен өз жағымды көрдім, былай айтқан кезде, біріншіде тәуекелге, екіншісінде қарым-қатынас, коммуникация жақсы, communication. Сол бағытпен кететін едім деп ойлаймын. Бірақ та медицинаға түскен, мысалы, әрбір студенттерге айтарым, негіз бұл мамандық өте керемет мамандық. Өйткені бұл адамның денсаулығын емдеу ең үлкен биік тұратын мамандықтың бірі. Өйткені одан біріншіден сауап алады, сауапты істің бірі, екіншіден өзінен ләззат алады адам деген. Егер ем жасап, оған қондырса, операция жасаса, бір нәрсені көмектессе, олардың алғысын алу үлкен бақыт. Ол басқа мамандықта бизнестен бір ақша табасың, бір не аласың, бірақ мәселе одан бір ләззат алу.
көмектесіп олардың разылығын алу, олардың бір рахметін алу деген нәрсе бұл қатты нәрсе. Мысалға менеджер сен көмектесін, бірақ ол күнделікті жұмыс. Бұл өте текучка ғой. Бұл медицина деген нәрсе бір өте ауыр жұмыс, өте мейірімді жұмыс, өте алғыс алатын жұмыстың бірі. И сауап алатын жұмыс бұл жерде. Любой адам тост айтады ғой, сразу бірінші денсаулық. Ең басты денсаулық. Денсаулық болмаса. Мен шындығында басында медицина түскен кезде өкінгем. Неге? Өйткені табыс көзі аз болды, семьямды асырау, болашақты ойлау деген нәрседе кішкене бізде қиыншылықтар туындады бізде. Ары қарай дами келе өзіміз ақша вложение салдық қой өзімізге. Сол кезде түсіндік, оказывается, бұл медицинада да жақсы жұмыс жасап, жақсы іс-әрекет жасауға, өзіміздің табыс көзімізді арттыруға болады екен, және семьямызды онымен арттыруға болады екендігін түсіндік. И всегда қонаққа барған кезде бізді төрге отырғызуға әрекет жасайды. Туған туыс болсын, сен бүкіл адамға керексің. Сен менеджер болып көрші, менеджер бір-екі адамға керек, машина алуға, жақсы нәрселерге, үй алуға деген сияқты нәрседе. Бірақ дәрігер деген нәрседе бүкіл адамға керек, бүкіл отбасыға керек, бүкіл сенің семьяң соған қарап отырады. Туған туыс. Даже просто элементарно укол салу. Енді укол салу ғой. Мысалы да? Мысалға бір семьяда ауырмайды деген адам жоқ. Ауырады, ауырған кезде бірінші кімді іздейді? Ол туысқанын іздейді. Дәрігер туысқанын іздейді. Сен шығады, саған хабарласады. Или ана почергін неразбериха болады ғой. Ол мәселе емес. Просто денсаулықта кінәратқа келген кезде бәрібір де дәрігерді іздейді деген. Сол кезде бәрі приоритет тұрады. Дәрігер деген приоритет бар. Мен бұны Стамбулда 2012 жыл барған кезде де түсіндірген. Ол жар қаттық неғыланды. Сен дәрігерсің ба? Сен төрге отырғызады. Оларда үлкен бір пик мамандықтың бірі. Пик мамандықтың бірі да ол. Дәрігер деген нәрсе адам денсаулығы. Бірінші денсаулық болмаса ештеңе істей алмайды. Сол сияқты дәрігерге төрді береді. Сондай сияқты ол. Сол үшін бұл медицина мамандығы түстіңіздер ма, до конца бітіру керек. Ұялудың, қысылудың қажеті жоқ. Хорошо. Соңғы сұрақтардың бірі. Медицина, мына жақта подписчиктен келіп отыр екен бір сұрақ. Медицина және қоғам. Яғни қазіргі кезде Қазақстанда урология және андрология, дұрыс оқып жатсам, саласында қандай мәселелерді шешу қажет деп ойлайсыз? Қандай топ-3 мәселе бар? Сіздің ойыңызша? Енді урология мен андрология негізі қазір екі бөлек бағыт болды. Бөлек бағыт, Өйткені урологияда мачекамен бүйрек тас ауру, қуық, аденома деген сияқты үлкен операциялар бар. Өте үлкен операция. Андрология деген нәрсе қазіргі уақытта бедеулік, бесплодия, мүше әлсіздігі, простатит болсын, бағанағы мүшедегі болатын проблемалардың көбісі негізі бұл андрологтар айналысады. Сосын гормондармен жұмыс жасау, ағзасындағы қазіргі уақыттағы бұлардың барлығы көбісі андрологтар жұмыс жасайды. Бедеуліктің түпкі түбіндегі келетін нәрсені емдейтін негізі андролог мамандар. Бұл жердегі бізде қазіргі уақытта андрология көңіл бөлініп жатыр. Урология сама собой дамуда. Ол бар, астары бар, мықты мамандары бар. Просто технологияларын алып берсе, әрі жасайды. Оқуға жіберсе, көбісі істей алады. Бұл мамандық бойынша урологияда әлі пикте бар. Негізі жоқ деген нәрсе жоқ. Россияға барса да, Стамбулға барса да, Германияға барса да, бізде мастер-класстар жасалып тұрады. Урология бойынша негізі бар. Енді андрология бойынша осы екі жылдықтың көлемінде қазір алға басуда. Өйткені андрологтар қазіргі уақытта өте көп. Жас буын андрологияға қызығушылық танытуда, оқуда, ізденуде. Қазір андрологтар қауымдастығын құрудамыз қазіргі уақытта. Бірнеше маман бар, бүкіл қала бойынша бірлестік құрдық. Сол бірлестік бойынша қазір жұмыс жасап жатырмыз қазіргі уақытта. Енді қолдау болып, мемлекет тарапынан қолдау жасаса жақсы бірлестікке. Оларды оқытуға, сонда бір мүмкіншілік жасайтын болса жақсы андрологтар. Основной сол негізі жан-жақта оқуға жіберу. Андрологтарды, мамандарды жіберу. Және сосын экоцентрлер көп ашылып жатыр. Неге? Өйткені қазір бала жоспарлаудағы бедеулік қазір көп. Сол үшін экоцентрлер даже Астана қаласында өте көп. Аттық экоцентрлер ашылып жатыр. Неге? Өйткені қазіргі уақытта нехватка и бедеу отбасы өте көп. Сол үшін андрологтар негізі осы теманы қазір көп алады.
И сосын бізде конкуренцияға көп шығатын ол жарнама. Қазіргі уақытта адамның дәрігер емес мамандықтың барлығы урологияға кіріп кеткен. Сексологияда жүр, андрологияда жүр, барлығы жарнама жасайды, әртүрлі бал сатып жатыр, баттар сатып жатыр. Проблема көп. Актуальный қазір еркекте проблема көп. Интернетпен жаулап жатыр, инстаграммен бағанағыдай әлсізсің, ондайсың деген психологиялық такой спине. Әлсіздік деген нәрсе ме әлсіздігі? Бізде көбінесе 39-40 жаста басталатын еді, қазір 21-25 жастағы жігіттер келіп жатыр да. Неге? Өйткені интернетке біріншіден тойып алған, инстаграмға тойып алған, и оның рекламаға көріп алған, рекламадағы нәрселердің бәрін қолданғысы келеді. Уже өз-өзін сама собой ауру деп есептейді да негізі на самом деле. Неге? Өйткені жарнама қатты жұмыс жасап жатыр. Пиар жасап жатыр. Мықты мысалға елдің алдында жүрген мамандарды салып, жарнама жасатып, ақша тауып жатқан мамандықтың бірі болып тұрды қазір. Андрология жағынан. Бірақ та сондай нәрселерге сенбесе, көп нәрсеге бірінші андролог маманына, білікті маманға келсе, дұрыс тексерілсе, нақты білсе бірінші. Бұлай ғой, бізде былай айтқанда сен машинаңды алдың, машинаңды алған кезде бір СТО-ға нормальный жерге апарасың ғой, немесе білетін жерге апарасың. Бармайсың ғой, сен балгерге апармайсың ғой машинаңды. Барып қойып көрпештен барасың, СТО-ға барасың. Біздікілер керісінше былай да, алады да проблемасын бәрі бір витамин шешкісі келеді, бір балмен шеше салғысы келеді, немесе мынамен шеше салам, мен болып бітті ғой деген сияқты. Бірақ сен на самом деле тексерткен жоқсың. СТО-ға барған кезде ол ашады, көреді, тексереді, мына жерге кетіп қалған, мына жерге кетіп қалған деген сияқты. Біз де дәл сол сияқтымыз ғой. Келеді, тура сол. Тексереміз, диагностика өткіземіз, полностью шығарамыз, сенде гормондарың дұрыс емес, сенде проблема ана жерде, сенің қан тамырларың дұрыс жұмыс жасап тұрған жоқ. Осындай нәрселер бар, мынаны емдесең шығады, проблема шешіледі. Немесе мынаны операция жасау керек деген сияқты нәрсе. Просто олай ғой, бір ғана халықтың бір сауаттылығын ашу ғой. Бір ғана проблеманы бір нәрсемен шеше салғысы келеді. Ол болмайды ғой бір нәрсемен. Мысалға сен де семізсің, томпақсың, салмағың бар, артық салмағың бар, дұрыс емес. Значит, организм сенде пересбой, сбой берген. Сен дұрыс жұмыс жасап жатқан жоқсың. Сен не істеу керексің? Сен арықтау керексің. Барып оны батты ше бергеннен арықтап кетпейсің ғой? Толтыра сияқты арықтайсың, семіздігін жоясың, сосын организм іске қосылады. Жұмыс жасай бастайды. Өте дұрыс. Дәл сол сияқты жарнамаға сене берудің қажеті жоқ. Молда айтсын, имам айтсын ба, тексеру әркім өз мамандығы бар. Традиционная медицина ғой негізі. Дұрыс ем жасау керек үшін келу керексің сен. А так просто так барып, мен урологтың көмекшісі дедім, просто маркетингпен жұмыс жасаған адамға барғаннан көрі бірінші оқыған, білген, сол жердегі проблемаларды шешіп, сізге тәп-піштек қандай проблемалар бар екен анықтайтын маманға барған дұрыс та негізі. Былай айтқанда. Дұрыс, соңғы сұраққа да ответ болды. Осы сұрақта қандай кеңес берер едіңіз деген сияқты өте көп ауқымды тақырыптар ашылды. Барлығына пайдалы болды деген ойдамыз. Осы подкастты көріп жатқан адамдарға подкастымыз тәмам болды. Сізге өте көп рахмет келгеніңізге. Өте көп, өзіме де өте көп информация алдым. Обязательно чекапқа барам, обязательно тексерілем. Мотивация беріп жердіңіз да. Менің ойымша, мотивация маған берілсе, значит, подписчиктерімізге тоже берілген деген ойдамыз. Сізге өте көп рахмет. Жұмысыңыз алға баса берсін. Барлығы жақсы болсын сізде. Келгеніңізге тоже рахмет айтамыз. Рахмет көп. Жақсы.